Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Серпін әлеуметтік ұлттық қоры татулық кезет жобасы аясында өзінің хабарларын жалғастырады. Бүгін біз Қазақстан әйелдер күші альянсы қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып, әлемді өзгертетін әйелдер тақырыбында подкаст өткізгелі отырмыз. Менің аты жөнім Әділхан Төлеген Дүйсебек, Ұлттық құндылықтар академиясының төрағасы. Бүгінгі хабарды мен жүргіземін. Ал подкаст қонағы Егенбаева Бижан Құрманғалиқызы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, балалар жазушысы, құрмет орденінің иегері, педагогика ғылымдарының кандидаты, Ұлттық құндылықтар академиясының академигі Бижан Құрманғалиқызы біздің шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бижан Құрманғалиқызы, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев қоғамның мәдени дәрежесі әйелге деген көзқарасынан білінеді деген екен. Шынында да біздің Қазақстан мемлекетіндегі жалпы идеологиялық саясат, қоғамдық саясат әйелдерге деген құрметке құрастырылған, соған негізделген деп айтсақ артық болмас. Біздің мемлекеттік басқару органдарында болсын, әсіресе білім, ғылым саласында, медицина саласында және басқа тіптен күшті құрылымдардың өзінде біздің тамаша әйел қауымы жұмыс істеп, өзінің осы қоғамның дамуына, мәдени әлеуметтік дамуға өз үлестерін қосып жүргенін бәріміз білеміз. Сондықтан сондай қоғамдық белсенділік танытып, өзіңіздің біліміңізбен, ғылымыңызбен, парасатыңызбен ел игілігіне жұмыс атқарып жүрген әйелдердің қатарынан өзіңізді көріп, бүгін осы қонаққа, подкастқа шақырып отырмыз. Рахмет. Жақында өзіңіз құрмет орденімен марапатталдыңыз. Республика күніне орай ол орденіңіз құтты болсын. Рахмет. Енді бірінші сұрағым, мен жалпы осы бүгінгі подкасттың тақырыбы әлемді өзгертетін әйелдер деп аталады. Осы тұжырымға сіздің көзқарасыңыз қалай? Шын мәнінде әйелдердің қазіргі қоғамдағы рөлі, міндеттері, мүмкіндіктері қандай? Және қоғам өзгеріп жатыр, уақыт өтіп жатыр, құндылықтар трансформациясы жүріп жатыр. Осы тұрғыдан жалпы әйелдердің қазіргі қоғамдағы рөлі, міндеті, миссиясы туралы өз пікіріңіз білсек деп едік. Сөз сізге. Рахмет. Әлемді өзгертетін әйел деген тұжырыммен мен келісемін, әрине. Әйел ол отбасының ұйытқысы ғана емес, ол қазір қоғамда өзінің орнын алған тұлғалар. Олар қазір еліміздің дамуына, экономикалық жағынан болсын, саяси жағынан, әлеуметтік жағынан болсын, зор үлес қосып жүрген азаматтар деп айтуға болады. Біз мынау әйелдер дегенде көбінесе біздің өзіміздің дәстүрімізде көбінесе әйел ер адамнан бір саты төмен тұру керек дегенді айтып жатады. Дегенмен ол бүгінгі қоғамда қазір әйел ерлермен қатар өзінің мынау қабілет қарымын жететін жерін танытқан тұлғалар деп айтамын. Енді әйелдің ол біз көбінесе нәзіктіктің, мейірімділіктің, парасаттылықтың бір символ деп қараймыз ғой. Дегенмен мен осы тұрғыдан бір жақты қарау жеткіліксіз дер едім. Өйткені олар қазір кәдімгі өзінің құқығын қорғай алатын, өзінің пікірін ашық айта алатын, мынау жаңа идеялар, жаңашылдыққа бастамашыл бола алатын, өздерінің бір ірі жобалармен, ірі әрекет қызметтерімен танылып жүрген азаматтар өте көп бізде. Ал енді мынау әйелдер туралы айтқанда біз көбіне тағы да бір ескеретін жағдай, олардың білімі мен білігі өзінің жауапкершілігі мен табандылығын екеуінің тоғысқанын байқаймыз олардың мысалы қызметтеріне. Ал оның барлығы қайдан шықты? Ол біздің
әлемдегі жалпы әйелдердің қызметі, әлемді өзгертетіні ол осы күнге дейін де мойындалған деп айтуға болады. Өйткені тіпті өз ұлтымыздың тарихына көз жүгірсек, мысалы, Тұмар ханшайым, ат аңызға айналған домалағана, одан бері келсек Әлия Мәншүктер батырлар. Міне осы тұлғалардың батырлық ісін жалғастырып жүрген қазір де еңбек ері батырлар бар. Өзіміз кәдімгі өнеге тұтып, өзіміз ақыл кеңес алып қатар жүрген өз әріптестеріміз ретінде тіпті мақтан ететін адамдарды айта аламын. Мысалы, Миразова Аягүл Төреқызы, бір кездегі білім саласынан ең алғашқы шыққан еңбек ері, біз батыр деп, педагог батыр деп қабылдаған едік. Әлі күнге дейін бізге бір сол біздің саладағы, яғни білім беру саласындағы бір батыр тұлғаның бейнесі болып алдымызда тұр, жүр ортамызда, жасай берсін деймін. Ал енді ол кісінің қатары көбейіп келеді. Ол не деген сөз? Ендеше біз әйелге деген құрмет, әйелдің еңбегін бағалау, оның қабілет қарымының жететін жерін мойындау деген нәрсеге біз жеткен сияқтымыз, жалпы біздің қазір қоғамда. Сондықтан менің ойымша әлемді өзгертетін әйел деген ол ұғым, ол өмір шындығы деп айтар едім. Жақсы. Осылай, өз ойым Жақсы, толықтыра жатармыз. Бижан Құрманғалиқызы, түсіндім. Жалпы сіз өзіңізде енді, мен жаңа айттым, осы енді әлемді өзгертіп жүрмесек те, Қазақстан қоғамын өзгертуге біраз үлес қосып жүргеніңізді мен өте жақсы білем. Сондықтан осы әңгімемізді жалғастырайық. Енді сіз жаңа Аягүл Төреқызымен бірге жұмыс істедім дедіңіз, солай ғой? Енді қазір де қатарласып жүрміз. Өзіңіздің осы еңбек жолыңыз туралы қысқаша айта кетсеңіз, яғни осы бір қоғамда қосқан үлесіңіз, жаңа айтып жатырмын, құрмет ордені, ол көрінген адамға беретін емес, елдің барлығы лайықты тұлға деп пікір жазды, оны мен де білемін. Сондықтан өз еңбек жолыңыз туралы айтып жүрсеңіз қысқаша. Мен өз еңбек жолымда өткен жаңағы жинақтаған тәжірибемді өзім мақтан етем әркез. Ендеше мен мамандық таңдаудан қателеспеген шығармын деп ойлаймын. Жалпы педагог деген ұғым, ол өзі адамға қызмет ету деген мағынаны білдіреді екен. Жалпы бір. Сонда мен осы күнге дейін адамға қызмет етіп жүрмін деп өзім ойлаймын. Егер мен адамға қызмет етіп жүрсем, адал қызмет етіп жүрсем, ендеше мен бүгінгі жеткен жетістігім сол қызметімнің бір жаңағы бағалануы деп есептеймін. Ал енді өмір жолыма бір кішкене көз жүгіртіп көрсем, мен ойнап жүргенде мұғалім болам деп жүрген адаммын. Көршілердің балаларын жинап алып мұғалім болам деп жүрген адам бала кезімде. Ал енді мұғалім жолына түскеннен кейін мен мысалы жаратылыстану факультетін бітіріп, мен орта буынға сабақ беретін мұғалім болып мектепке келдім де, енді мен бастауыш сатыдан бастап кеттім. Екеуін де қатар алып жүрдім деп айтам. Бірақ бастауыш саты деп мен оған көбірек назар аударып отырғаным, баланың өсіп жетілуі неғұрлым ерте жастан басталса, мына педагог қауым баланың сол ерте жасынан бастап оған оның дамуына ықпал етсе, мен одан бір нәтиже көретініне көзім жетті. Өйткені сол бастауыш мұғалім болу керек екенін сол уақыт аралығында шешіп, қосымша білімді алып, бірінші сыныпта оқыта бастаған кездегі сабақтан үзіліске шыққан кезде мен есіктің алдында ата-аналар менің баламның апай демейді, өзім жас болсам да апай деп кәдімгі бір ізеттілік танытып тұрған сәт менің әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Сол сәт мен әлі күнге дейін алға қарай жетелеп келеді. Сізді шабыттандырды. Жетелеп келеді әлі күнге дейін. Ғылымға да бастаған осы жол. Сондықтан мен білім саласындағы өзімдің қызметімді атқара келіп, мемлекеттік қызметке ауысқан күнде де мен ғылым жолын қатар таңдадым. Екеуін қатар алып жүріп, мен осы ғылым жолындағы жетістіктерім және мемлекеттік қызметтегі жетістіктерімнің барлығы бір тоғыстырған
ойлаймын, өзімдің бір бойымдағы сол адамға қызмет ету, балаға қызмет ету, ана ретінде бала сүйіп оны тәрбиелеп оны жеткізу деген сондай бір мақсаттар мені сол әлі күнге дейін құлшындырады. Қандай істі бастасам да соның нәтижесін көруге асығамын. Бүгінгі күні мен мына балалардың ерте жастан дамуына ықпал ететін не нәрсе дегенді зерттеумен жүрмін. Бірақ кейбір жолдарын тауып та жүрмін, ұстап та жүрмін, әріптестермен бөлісіп те жүрмін. Соның бір парасы жазушылар одағындағы қызметім мүше ретінде. Яғни көркем әдебиетті жазсам мүмкін, балаларды қызықтырсам соған, балалардың ойнайтын затын жасап берсем, соған қызықтырсам, өсе келе бала өз жолын таңдауына бір мүмкіндік болар деген бір арманмен келе жатыр. Мынау әдейі алып келдім, мынандай керемет осындай балаларға арналған, қазір қоғамда бәрі балаларға арналған әдебиет жоқ, кітап жоқ, бәрі орысша деп айтып жатамыз. Бірақ Бижан Құрманғалиқызының бір үлкен еңбегі, жетістігі міне өзінің ғылыми жұмысымен, педагогикалық жұмысымен, мемлекеттік органдардағы жұмысымен қатар осындай өте қажетті және қиын жұмыс, оңай емес, осындай шығармашылық үлкен жетістіктері бар. Осындай балаларға арналған оқу әдебиеттерінің үлкен сериясы шыққан. Ол туралы енді Бижан Құрманғалимен жеке хабарласып алуға болады. Сіз жаңағы Аягүл Төреймнаны қайта айтып жатырмыз ғой, енді менің пікірімше әлемді өзгерткен әйелдердің бірі Аягүл Төреймна деп айтуға болады шығар. Шын мәнінде Қазақстандағы енді белгілі азамат, үлкен сондай халыққа, елге үлгі болатындай тұлғасы бар, тұлға деңгейіне жеткен. Сол кісімен бірге жұмыс істедіңіз ғой, деймін? Бірге жұмыс істедім. Ол кісімен жұмыс істеу мен үшін бір үлкен бақыт деп ойлаймын. Аягүл Төреймнаның өзгешелігі, 1000 бала келсе мектепке, сол 1000 баланы атын атап түсін түстеуге дайын тұратын. Әр баламен амандасу таңертең, яғни қарсы алып. Одан кейін ойнап жүрген балаға кездесіп жатса, оның атын атап, оған не керек екенін сұрап, хал жағдайын сұрап, осы еңкейіп тұрғанына өзім куәмін. Енді сондай адаммен жұмыс істеп жүрген мен қалай, ол кісінің орынбасары ретінде және сол мектептің белді мұғалімі ретінде мен де сол іске, ол кісінің көрсетіп отырған өнегесін не қарай қызмет еттім. Және ол кісі басшы ғана емес, мұғалім ретінде, өзі математика пәнінің мұғалімі, сабақ береді. Және сол сабақ берген сыныбындағы балалардың үлгерімі басқадан ерекше болып тұратын. Сонда мені бір таңғалдырған нәрсе, емтихан кезінде емтиханға тапсырмалар келеді ғой, мысалы 11 кластарға. Сонда алдымен ол есепті өзі шығарады. Содан кейін барып, ары қарай емтихан басталады. Міне осындай бір тәжірибесіне мен өзі таңғаладым. Бірақ қазір одан кейін мен басқа да әріптестерден мұндай бір тәжірибе қолданып жүр деген естіген жоқ. Мүмкін қолданыста бар шығар. Дегенмен еңбекқорлығы, баланы сүйе білуі, өз ісін не деген құрметі ерекше екенін білеміз. Сондықтан біз қазір бірлесе жұмыс барысында да оны көріп отырмыз. Әлі де көп нәрсені сіздер жасамай жатырсыңдар, анау керек еді, мынау керек еді деген жақсы идеялар ұсынып тұрады. Бұйырса, ол идеяларды іске асыруға біз енді біраз содан енді бір бастама алып, сосын оқуларды бұрынғы білім және ғылым министрлігінде қызмет атқардыңыз ғой, орталық басшысы болдыңыз. Мен бұл мемлекеттік қызметте, яғни министрлікте, білім және ғылым министрлігі болып тұрған кезінде, спорт және денсаулық және білім министрлігі кезінде, оның алдында, одан кейінгі оқу ағарту министрлігі, жалпы 10 министрмен жұмыс істеппін. Сонда көз алдымда әр министрдің өз қызметі, өз ерекшелігі, өзіндік ұстанымы дегендерінің бәрі осы сайрап тұр. Ал енді ол министрліктің қызметі, ол әрине басшылық ауысып жатқанымен, ол оның ішкі жұмысы өзгеру тиіс емес. Өзгеру дегенім қалай? Заман талабына сай өзгереді әрине. Бірақ тәртібін айтып жатқаным ғой. Сонда мен енді ең алғаш қызметім жалпы мына жаңа буын оқулықтарының енгізілуімен қатар келді.
сонда төл оқулықтарымыз шыққанына біз қуандық. Сол оқулықтардың әзірленуі, сол оқулықтардың тираждалу, шығарылу және мына мектептерге дейін жетуі осы жұмысқа жауапты қызметте болдым. Маған осы жұмыс үлкен бір тәжірибе болды. Жалпы оқулық қалай жазылады және ол қалай шығарылып және қалай ол тұтынушыға жетеді деген нәрсе менің ол бір жаңағы бүгінгі күні бір өзіме жинақтаған, өзіме бір пайдалы болып келе жатқан, пайдасын көрсетіп келе жатқан бір тәжірибе. Ал енді одан кейін жалпы әрбір бір ішкі құрылымның өзгеруіне байланысты әр құрылымында ішкі қызмет еттім. Бірақ ең соңғы жылдары маған ұсынылған мектепке дейінгі білім беру орталық республикалық орталықтың директоры болдыңыз. Мектепке дейін балабақша республикалық орталығының басшылығында болдым 6 жыл. Мен келгенде бір қызығы бұл салада оқу бағдарламалары 100-ден асады екен түрі. Авторлық деп әрбір екен өздері бағдарламасын жасап отырады екен. Сонда ойлаймын мен, бұлардың бір типтік бір бағдарламасы болмай ма? Бұл қайда кетті? Сонда сол уақытқа дейінгі бір шешімдер болуы мүмкін. Яғни бұл саланың бір ортақ анықталған талабы да анықтала қоймаған, бірақ анықталған тек бағдарламалар деңгейінде болған, нұсқаулық деңгейінде болған екен. Соны көргеннен кейін енді мен мүмкін стандарты керек шығар деп осы саланың яғни мемлекеттік стандартын әзірлеуге бел шештім. Оған дейін бір жалпы жобасы жасалған екен, оның бәрін қарастырып, жинақтап, жаңағы әлемдік тәжірибеге сәйкестендіріп, ол стандарт жасалды. Сол стандартқа сәйкес жаңағы түрлі бағдарламалардың бәрін жинақтай келе, сол стандарт талабына сәйкес типтік бір ғана бағдарлама жасалды. Ол баланың 1 жастан 6 жасқа дейінгі үлгілік оқу бағдарламасы қазірге дейін осы қолданыста. Енді әрқашан мен ол әріптестермен байланысты пікірін тыңдап жүрген кезде байқаймын, жалпы қоғамда мектепке дейінгі білім беру саласының мазмұндық жүйесі бір арнаға түскен деп өзім есептеймін. Аса көп сұрақтар бола бермейді, тек қана енді олардың жаңағы балалардың дамуына қажетті өндірістен шығатын арнайы бір ойын заттары, тағы бір құралдарының жеткіліксіздігі болмаса, мазмұн жағы өзі жолына қойылған. Жақсы. Енді осы атқарған қызметтеріңіздің өзінен сол Қазақстанның білім беру саласына, оның ішінде мектепке дейінгі бастауыш білім беру саласына кәдімгідей жаңағы өзгертетін іс-әрекеттер жасағаныңыздың дәлелі деп айтып отырмыз. Бижан Құрманғалиевна, сіз енді тек бастауыш емес, жалпы орта білім берудің стандарты, оқу бағдарламалары мәселесіне де осы Алтынсарин атындағы білім академиясында қызметте болдық. Сол жерде де көп еңбек сіңіргеніңізді мен білемін. Енді ол мәселені айтатын болсақ, ұзақ сонар әңгіме болуы мүмкін. Білім мазмұнын жасау оңай нәрсе емес қой. Осы жерде өзіңізді бір ойландыратын, қынжылтатын тұстары туралы айтсаңыз. Себебі біз енді қоғам тыңдап отыр, аудитория бар, ғалымдарымыз да, педагогтар, әдіскерлер тыңдап отқан шығар. Қай нәрсеге көбірек назар аудару керек деп ойлайсыз осы Қазақстанның білім мазмұнын жетілдіруде, қазіргі заман талаптарына сәйкес? Енді мен өз тәжірибемді байқағаным, білім мазмұнына тек болатын бір негіз керек. Оны біз анықтамай, біз оның білімді беруді, оған жеткізуді деген оның құралын анықтауымыз мүмкін, бірақ оның мазмұнын бір нәрсеге тірек етпесек, онда ол яғни концепциясы болу керек. Әрине. Бірден стандарт жасай салмай, әрине. концепциясы болу керек, ол талқылану керек. Әрине. Сондықтан білім мазмұнын құрудың тұжырымдамалық негізін айқындап алсақ, одан кейін соған қарап отырып, ары қарай қалай оқытамыз деген нәрсе емес, балаға нені береміз, және екінші кезеңде қалай береміз деген сұраққа жауап алатын шығармыз деп ойлаймын. Енді қазіргі білім мазмұнында сізді ойландыратын нәрселер. Енді мазмұн неден тұрады деген сұрақ қой бұл. Екінші сұрақ шығады бұл жерде. Ол мазмұн бүгінгі қоғамға не керек дегеннен шығады.
балаға не керек, бала нені көру керек, нені қабылдау керек, және ол өзінің бойына соны тартып, одан өмірлік тәжірибесін айналдыратын дүниесін қалай шығару керек деген нәрсені біз ғылыми тұрғыдан, әдістемелік тұрғыдан бір дұрыс шешім қабылдап алсақ, онда ол өзінің жолына түседі деген ойдамын. Ал енді ол не деген сөз? Ол жалпы мазмұн дегенсін енді мазмұндық концепт болу керек шығар. Ал мазмұндық концепттер қандай болу керек құндылықтарға негізделу керек. Әрине ол құндылықтарға негізделу керек. Ол қазір бүгінгі күні құндылықтар тақырыбы не болса, құндылықтар ұғымы біздің қоғамға бір етене енді, бірақ ол қандай құндылықтар деген сұрақ туады. Иә, біздің мемлекет басшысы негізгі құндылықтарды, яғни қоғамдық саяси құндылықтарды анықтап берді. Ендеше біз осы қоғамдық саяси құндылықтарға негіздей отырып, білімдік құндылықтардың арнасын ашып алсақ, содан кейін онда қоғамдық саяси құндылық оған негіз болады да, сонымен біздің мазмұндық концептіміз құрылады. Баланың жас ерекшелігіне ескере отырып, әр деңгейде. Әрине, ол баланың біздің білім туралы заңында айқындалған білім беру деңгейлеріне сәйкес біз ол мазмұндық концептіні кәдімгідей қарапайымдан күрделендіре отырып жүйесін құрып берсек, сол жүйе бойынша бағдарлама құрылатын болса, енді бағдарламаға сәйкес оқулық жазылады ғой. Ал енді осы жайында бір өз пікірімді тағы да айтамын, үнемі айтып жүрем. Мазмұн дегенде тағы жаңағындай бүгінгі күнгі мазмұн қандай болады деген. Біз бұған дейінгі қолданыстағы оқулықтардың барлығында біз классик жазушылардың шығармаларын сүйеніп жасаймыз. Ал енді ол да бір өзінің уақыт кезеңімен өтіп бара жатқан сияқты. Мен бұл жоққа шығарып отырған жоқпын. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері ешқашан өзінің өзектілігін жоймайды. Ахмет Байтұрсыновтың шағын әңгімелері мен әдістемелік нұсқаулар, ұстанымдары ешқашан өзінің өзектілігін жоймайды. Бірақ дегенмен сол дүниеден сусындаған келесі ұрпақ өзінің бүгінгі қоғамға сәйкес, өзінің өмір талабына сәйкес мазмұнын шығарады деген үміттемін. Шығып та жатыр. Қазір жас жазушылар, бүгінгі күннің жазушылары, балалар жазушылары өте белсенді жұмыс істеп жатыр. Яғни сұраныс бар деген сөз. Ендеше сол балалар жазушылары жазған дүниені білім саласы өзінің пайдасына асыратындай қабылдай алса, және оны жаңағы мазмұндық жүйеге келтіре отырып, оқулықтардың ішкі жаңағы құрылымына енгізетін болса, онда біз кәдімгі қоғамдағы қажет дүниені өзімізге пайдаланып, бүгінгі күнгі заманауи тақырыптағы шығармаларды негізге ала отырып, онымен бірге осы классик жазушылардың жазған дүниелеріне сүйене отырып, біз бүгінгі қазіргі балалардың сөйлеу стилін қалыптастыратын едік. Қарасаңыздар, қазіргі балалардың сөйлеу стилі өзгеше. Неге? Өйткені олар жасанды интеллекті жағдайында қазір мәтінін жазып берген кезде сол стильге де сүйенеді. Бірақ адамның өзінің ішкі әлеміндегі, өзінің ішкі талабынан, өзінің бір ой қорытуынан шыққан, тұжырымдамалы ойы оған жетпейді, оның құндылығына жетпейді бәрібір. Ал біз балаларды сол өзінің сөздік қорына сәйкес, өзінің сөйлеу тілін біз шығарып берсек, және оны қолданыста өзінің ойын еркін айта алатын жағдайға жеткізсек, оған негіз болатын мазмұнды құрып берсек, ендеше біздің бүгінгі сондай бір белсенді қалыптасып келе жатқан біздің ұрпақ біздің Қазақстанды өркендетуге, әлемдік деңгейде өзінің орнында ұстап тұруға мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Яғни мазмұн мәселесі ол енді терең ойлап, үлкен парасат пайымды қажет етеді, үлкен жаңа өзіңіз айтқандай үлкен тұжырымдамалық негіздер болу керек. Ең бастысы шын мәнінде қазіргі қоғамға, әсіресе мына жасанды интеллект цифрлық қоғам заманында біз құндылықтарымыздан айырылып қалмау, содан ажырап кетпеудің қамын ойлауымыз керек. Біз жас ұрпаққа бойына, сана сезіміне, жүрегіне сол құндылықтарды ұялату басты міндетке айналды деп айтсам жаңылыспаймын ғой. Содан кейін әрине келесі кезегі ол заманауи қоғамға қажетті
болашаққа қажетті құзыреттіліктер қалыптастыру жастың бойында. Бұл құзыреттіліктерді де біз жақсылап анықтап жаңылыспауымыз керек бұл жолда. Осы екі түйінді мәселе төңірегінде енді ғалымдар бәріміз бірлесіп жұмыс атқара беретін шығармыз деп отырмыз алдағы уақытта. Жақсы, енді Бижан Құрманғалиқызы, мынау Лев Толстойдың сөзі бар екен, әйелдің қолында адамзаттың тағдыры тұр, себебі ол ұрпақ тәрбиелейді деп. Шынында ғой, енді әйелдер ұрпақ тәрбиесіне дүниеге әкелгеннен кейін бірінші ұрпақ тәрбиесі ананың мойнында. Осы тұрғыдан қазіргі әйелдердің осы ұрпақ тәрбиесіндегі рөлі, біз отбасындағы тәрбие мәселесі туралы төңірегінде сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Қоғам құндылықтар трансформациясы болып жатқаннан кейін әйелдеріміздің де қазір тым белсенді болып, жаңағы баласын жайын ұмытып кететін де әйелдер бар. Ал енді қазіргі кезде осы ата-аналардың педагогикалық біліктілігі, олардың өзінің деңгейі сол қазіргі мынау жаңа ұрпақты тәрбиелеуге жетпей қалып жатыр дегенде ұғым бар. Солай ғой, мысалы ата-аналардың өзін оқыту керек деген. Сосын мына мектеп пен ата-аналардың өзара байланысы туралы өзекті болып отыр. Осы тұрғыда өзіңіздің бір пайымдарыңызды айтсаңыз қажет болып тұр. Әйелдің орны алдымен отбасында. Отбасындағы орнын егер әйел өзі түсіне алса, анықтай алса, өзінің жауапкершілігін мойындай алса, онда ол отбасында қызметі өзінің бір нәтижесін береді. Ал енді ол дайындық керек қой, енді ол әйел деңгейіне жету үшін ол кішкентай қыз кезден бастап біздің ұлттық тәрбиеміз бар ғой, қызды жаңағы не дейді, қызға 40 үйден тыю дейміз деген бар ғой. Енді ендеше ол мына қыздың жүрісі бұзылмасын деп шашына шашбау таққан екен. Ана шашбаудың сылдыры қатты естілсе, ол жүрісі бұзылған болып есептеледі екен біздің ата дәстүрімізде. Сонда ол ана сылдыры соншалықты құлағына жағымды болу үшін қыз бала өзі жүріп келе жатқанда, жүгіріп келе жатса, қатты салдырылып кеткен кезде оның шынымен де жүрісіне, өзінің қозғалысында бір ерекше бір уақыт болғанын сезу үшін, яғни дұрыс жүрісін қалыптастыру үшін жасаған. Қарасаңыз, біздің дәстүрімізде кез келген осы бірындай бір қалыптасқан бір қағидалар, ол кәдімгі баланы, қызды қызша тәрбиелеу, ұлды ұлша тәрбиелеу деген нәрсені меңзейді. Ал енді әр отбасы, қыз өсіріп отырған отбасы, ендеше болашақ ол ана екенін, ол болашақта өзінің бір жолы бар, өзінің бір кәдімгідей қызметі бар бір тұлға екенін деп қарайтын болса, онда көп нәрсе осы отбасында беріледі. Ал енді бір жақты қарау тағы да қиындау, өйткені толық отбасы бар, толық емес отбасы бар. Толық отбасында да кейде бір жақтылық байқалып жатады. Ал неге? Өйткені отбасы мүшелерінің әрқайсысының өз шаруасымен айналысып кеткен жағдайда ол бала, қыз не болмаса жайына қалады. Ал енді барлық бірлесіп назарын сол балаға шоғырландырса, бала жан-жақты өседі. Ол міндетті түрде түрлі үйірмелерге апарғаннан керемет дамып кетеді деп айта алмаймын. Ол өз алдына ол жеке қабілетін ашады. Ал бірақ отбасындағы үлкендердің балаға деген мейірімі, оның істеп жатқан дүниесіне назар аударып, оған бағалап, сол сәтте бағалауы, ол бала үшін өте бір қажет дүние. Егер де ол осы нәрсенің бәрін өткізіп алатын болса, бала өз бетімен өсіп жетілген, өзі кейде ата-аналар айтып жатады, мен балаларымыздың өскенін білмей қалдық деп. Яғни қызмет бабында жүргеннен кейін шынымен де байқаймай қалады. Ал енді өскеннен кейін 15-тен кейінгі балаға не айтады? 15 жастан кейін бала өзім деген, мен деген, өзім жолым табам деген өзіне бір мінез пайда болған кезде, ол кездегі жан-жақтағы үлкендердің оған деген бір нұсқауы керісінше кедергі келуі мүмкін, ұнамауы мүмкін, қабылданбауы мүмкін. Сондықтан
баланы ерте жастан дейді ғой. Соны әсіресе қыз баланың инабатты болу керек дегенді айтамыз. Инабатты болу үшін ол кішкентайынан ата анасының алдында өзінің ибалығын, инабаттылығын оның сездіріп білдіріп тұрған жөн деп ойлаймын. Ол тіпті таңғы асты шақыру, түскі асқа өзінің отбасы мүшелерін шақырып бірге отыруға шақыру, не болмаса бір отбасының ішінде тұрып бір-біріне деген жақсы сөз айту, тіпті әр бөлмеден ойнап тұрғанның өзінде де қайырлы таң дегеннің өзі неге тұрады, бір үйде тұрғанымен. Кейде отбасы мүшелер бір-бірімен амандаса алмай жатқанын мен кейде куәгер болып жүрмін. Өйткені ол амандасуды үйренбей қалған. Сондықтан енді есейіп қалғанда амандасуға ұялып қалған. Осындай бір жағдайларда кейде кездесіп жатады. Бұның барлығы отбасы тәрбиесінен кеткен олқылықтар деп есептеймін. Егер осындай ұсақ түйек деп қарайтын кейбір отбасы мүшелерінің ең бір негізгі сәттерін жіберіп алса, ол өзі кештеу болады. Ал енді отбасынан соншалықты сондай мейіріммен, сонша өзіне деген бір назар аударып, өзінің ісіне деген бағаны, марапатты, қолдауды көрген қыз бала, ол енді жат жұрттық деп жатамыз ғой. Өзге отбасына барғаннан кейін сол өзінің қызметін, өзінің үйренгенін, ары қарай өнегесін көрген ісін жалғастыра береді. Көрмесе қайдан жалғастырады. Ал енді екінші жақ, әрине, ол әр отбасы бір мемлекет сияқты ғой, өздерінің ішкі тәртібі бар. Дегенмен бұл жердегі отбасы мүшелерінің бір-біріне деген құрметі үлкен мәселені шешеді. Үлкен өзінің орнында, кішісі өз орнында, қыз өз орнында, ұл өз орнында. Ал енді сол құрметтің арқасында, бір-біріне деген сенімнің арқасында олар бір ортақ түсіністікке келеді деп ойлаймын. Жақсы, Бижан Құрманғалиқызы, Конфуцийдің сөзі бар екен. Әйелдің даналығы ел тыныштығының кепілі дейді. Ел тыныштығының кепілі. Енді ел тыныштығы дұрыс, бірақ бәрі отбасынан басталады ғой. Яғни әйел дана болса, отбасында береке бірлік болады. Енді Конфуцийдан асқан дана жоқ қой. Осы сөзге мен өзім иланам. Шын мәнінде әйелге бәрі байланысты. Ал енді қазіргі әйелдер, дана әйелдер бар, отбасын береке бірлік. Ал енді әртүрлі ағымдардың соңына еріп, әртүрлі жаңағы психологтардың коучтарына барып, енді мен білем, бәрін үйреніп алдым, мен айтқаным болады, немесе мен ондаймын, мен мұндаймын деп, жаңағы жалпы отбасындағы бір ішкі сол ұлттық тәрбие жаңағы қағидаларына бір кесір келтіріп дейміз ба, бір бұзылыс қалып, содан отбасында жаңағы біз айтып отқан татулықтың бұзылуы деген фактілері туралы қысқаша айтсаңыз. Бұл жерде мынандай ой туады. Жалпы феминизм деген ұғым бар ғой. Бұл енді әйелдердің еркіндігін, әлеуметтік әділеттілігін қорғайтын қозғалыс қой. Ал енді гендерлік саясат деген бар. Ол енді ер адам мен әйел адамның тең құқығына бағытталған бір мемлекеттік саясат, иә. Ал біз осы ұғымдарды біз енді түсінеміз де, ол жалпы бұл ұғымдарға мен келісемін де. Бірақ дегенмен бұл жерде тағы да жаңа өз сөзімді айттым ғой. Әйел мен ер адамның арасындағы бір өзара құрмет, сыйластық ол үлкен нәрсені шешеді. Ол бір жағы. Екіншіден, біз мынау қазір қоғамда әйелдердің орны айқындалған деп айтуға болады. Саясатта, білім беруде, мәдениетте, экономикада. Ендеше сол деңгейге қабілетімен, еңбегімен жеткен әйелге қолдау қажет. Енді көбінесе олар ер адам тарапынан қолдау күтеді. Ал екінші жағынан ер адамдың өз орны бар. Егер әсіресе біздің қазақ қоғамында біз ер адамды құрмет тұтамыз, сыйлаймыз, отбасы басы деп есептейміз. Тұтқасы деп есептейміз, иә. Сондықтан біз ер адамды өз орнында құрметтей алсақ, әйел адам өз орнын білетін болса, екеуінің арасындағы үлкен сыйластық, құрмет, ол және махаббат, ол енді оның айналасына бір шапағатын міндетті түрде береді ғой. Сондықтан сол үйлесімділік, осы өзара үйлесімділік, бұл егер қоғамда бір өзі мына жаңағы гендерлік саясаттың өзінің бір мақсаты болса, сол үйлесімділікті іске асыратын, сонда біз мынау ұлттық құндылықтар мен үйлесімділік тапқан біз бағытты ұстанатын болсақ,
онда біздің ата дәстүрімізден келе жатқан әдемі қалыптасқан жаңа ұрпаққа жалғасатын өнегелі біз жаңағы тәрбиемізді біз келесі ұрпаққа жеткізе аламыз деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Біз қазір енді мынау ұлттық құндылықтар академиясын құрып, көп ғалымдар осы мәселелерді қозғап жатырмыз. Шынында да өмірдің қайбір саласында болса, біздің ұлттық тәрбиелік қағидаларымыз жарқырап көрініп тұрады. Солардың аясында біз жүрсек, еш уақытта жаңылыспаймыз деп ойлаймын. Біздің жанып тұрған шамшырақтарымыз 1000 жылдық даналық. Сондықтан осы отбасындағы береке бірлікті сақтау, әртүрлі ауытқушылықтарын, мынау бала тәрбиесіндегі болсын, отбасындағы сыйластық, құрмет, үлкенге ізет, кішіге, үлкенге құрмет, кішіге ізет қағидаларының барлығын сақтайтын болсақ, жаңа Конфуций айтқан тыныштық болады деп ойлаймын. Енді бұл әңгіме әрине әрі қарай жалғастыра беруге болады. Енді біздің берілген уақыт аяқталып жатыр екен. Сондықтан Бижан Құрманғалиқызы бүгінгі біздің татулық KZ жобасы аясындағы әлемді өзгерткен әйелдер тақырыбындағы подкастқа келіп, өзіңіздің ой пікіріңізбен, өзіңіздің ұстанымдарыңызбен бөлісіп, салиқалы, сындарлы әңгіме айтқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Шаршамай, шалдықпай, алдағы уақытта да қоғам алдында, ел алдындағы игілікті ісіңіз жалғаса берсін. Көп рахмет сізге. Рахмет. Аман болыңыз.